Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздерге шоколадный фонданның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл десертті сіздер міндетті түрде жасап көрулеріңіз қажет. Жасалу өте оңай әрі тез. Ендеше бұл видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Алдымен сары майымыз бен шоколадымызды ертіп аламыз водяной ваннадан немесе микроволновкада. Келесі ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оған қант қосамыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Бұл жерде миксер қолданбай-ақ қоюға да болады. Венчиктің көмегімен 2-3 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте біздің шоколадты массамызды құямыз, жақсылап венчикпен араластырамыз. Барлық ұнымызды бірден салып жіберіп, жақсылап араластырамыз. Бізде қою шоколадный масса шығуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай осындай болып шығуы қажет. Ендігі кезекте біздің шоколадты массамызды формамызға құятын боламыз. Менде кекстің формалары 5-6 штуктай шығады. Міндетті түрде пештерімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің шоколадты фонданымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу өте оңай. Қалай сенбесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Бұл десерттің бір ерекшелігі ішіндегі шоколадтың осылай әдемі болып ағуы. Байқағандарыңыздай өте тез жасалады, әрі дәмі деген сөзсіз тәтті. Жасап көріңіздер, сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Алда әлі талай осындай керемет видеолар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған мен Аружан. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.